анау халыққа деп айқайлайды кеудесін ұрып. Соны көрсетіп отыр ғой сіздерге. Папушкин кот. Деші? Әні паук. Әні человек-паук болып отырмыз. Бұл сіздерге мақтанып жатыр, осылай жүргісі келеді. Не? Алла қаласа келесі жылы тұсауын кесеріміз деп ниеттенеміз енді. Міне осылай кішкене былай отырышқан, отырып көрсетші кән. Отыруды үйренгіміз келеді. Қолдасын көтеркән, молодец, молодец, мен балам ақылды. Бір бала болды біздің алдымызда. Үндемей жатты. Кіргеннен шыққанға дейін ЛФК-да үндемей жыламады, бір дыбысы шықпай жылап жатты. И біздің бала кіргеннен уже киімін шешпей жатып шақырып жылады. Ой, күштісінен ағалын рахат қой жыламайды деп айтқанымда. Оның сіз қуанбайсыз ба сіздің балаңыз жылағанына, сіздің балаңыз қорқып бір нәрсені түсініп, менен қорқып жылап жатыр ғой, оның мына жерінде болмаған екен. Сен ол балаға миллион жұмса, миллиард жұмса, ол мына жерінде болмаса, ол бәрібір еш нәрсе үйренбейді деді. Содан бастап мен уже баламның ақыл есінде ешқандай ауытқу болмағанына көзім жетіп, мен сол күннен бастап тоқтатпадым. Бізде даже дәм сезбейтін еді ғой бала. Ащы дәрілер берсек, беймарал үндемей ішіп жата беретін еді. Дәм ажыратамайтын еді, сезбейтін еді ауыз дәм. Аллаға шүкір, қазір тамақты өзі шайнап жейміз, үмітім бар баланың жақсы болып кетуіне. Аллаға шүкір деп айтайын, әйтеуір ақыл есінде ауытқуымыз жоқ. Алдында ұйықтасам да, отырсам да жылай беретін еді. Кей кездерде түнде ұйықтамай жатады. Мама басым ауырып жатыр. Қызымды аяп кетеді. Жаным шығып кетеді. Мама не деп ұйықтайсың? Шыққаннан кейін қалай жыламай қиналғаным бар. Менің өзімнің қолымнан да келмеген 3 ай бойы мен бір күнде 50 адам, 100 адамға жазамын, 4-5 адамға звондаймын бір күнде. Бізге негізі операцияға $21,600 керек, ол біздің теңгемен есептегенде бір 9,5 миллионға барып қалады. Ол тек операцияның құны ғана, ол жерде біздің өзіміздің жүретін жүрісіміз бар, төлейтін жаңағы ары бері жүретін больница не көртінарды жүретін жүрісіміз бар. Алғашында операция болғанға дейін чекап жасайды, чекап 3 күнде болады, анализдер, МРТ жасайды. Ол уақытта біз қонақ үйде тұрамыз, рұқсат жоқ екен ол уақытта больницада жатуға. Бірақ операциядан кейін больницада жатуға 3 күн уақыт беріледі, тегін жатуға. 3 күннен кейін үйге шығарады, немесе тағы да бір жолы бар, күндігіне $150-200 төлеп жатуға болады. Бірақ не болса да дәрігерлердің өз алдында жүрген жақсы ғой.